Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Сандуғаш. Бүгін сіздермен дімлама тамақ жасайтын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта өте тиімді рецепттермен бөлісетін боламын. Біздің дімламамызға қажетті заттарымыз: құйрық май қажет болады, ет, картошка, пияз, сәбіз, помидор және болгарский керек болады. Және де дәмдеуіштер керек болады. Укроп, әртүрлі. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қажет болады. Біз етімізді осылай майдалап турап алатын боламыз. Етіміздің барлығын турап, сүйегімізді шауып дайындап алатын боламыз. Сүйектерімізді шауып алдық. Енді картошка, сәбіз, пиязымызды турап дайындап алатын боламыз. Заттарымыздың барлығын турап дайындап аламыз. Картошканы осылай 4 бөліп, 2 бөліп, үлкен кішісіне қарай дәулеу қылып турайтын боламыз. Майда болса езіліп кететін болады. Сондықтан дәу-дәу етіп турай береміз. Достар, қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарияға жаза кетіңіздер. Мен қарап оқитын боламын. Картошкамызды осылай турап алдық. Енді пиязымызды турап аламыз. Достар, алдағы уақытта қандай рецепттермен бөліскендерін қалайсыздар? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Мен сіздерге жасап көрсететін боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Лайк, подписка, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәбізімізді осылай турап аламыз. Болгарскийімізді 2-3 бөліп оларды дайындап алатын боламыз. Капустамызды дәу-дәу етіп дайындап қоямыз. Заттарымыздың барлығын турап дайындап алдық. Қазанымыздың астына құйрық майымызды осылай төсеп алатын боламыз. Барлық жеріне құйрық майды қойып шығамыз. Құйрық майдың үстіне картошкамызды осылай тізбектеп, барлығын тізіп, әдемілеп қойып шығатын боламыз. Картошкамыз құйрық майға қуырылып, қып-қызыл болып, әдемі болып шығатын болады. Сондықтан мен бірінші картошканы қоямын. Осылай картошкамыздың бәрін қойып шықтық. Енді етімізді қойып шығатын боламыз. Сіздер үйдегі адам санына байланысты жасай берсеңіздер болады. Осылай заттарын көбейтіп, етімізді осылай барлығын қойып шығамыз. Енді пиязымызды мұжғылап отырып салатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп, пиязымызды салып алатын боламыз. Сәбіз екеуін бірге салып аламыз. Өте оңай тамақтардың бірі. Достар, жасап көрсеңіздер болады.
Өте дәмді болып шығады және де өте оңай. Осы кезде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Қара бұрыш, дәмдеуіштер салып алдым. Лавровый салып жіберсеңіздер болады. Чеснок, тұз салып жібереміз. Болгарскийімізді қойып шығамыз. Болгарскийдің үстіне помидорымызды турап шығатын боламыз. Помидорларымызды турап алып, оның үстінен капустамызды қойып шығатын боламыз. Помидорды қойып алдық. Енді капусталарды осылай ашып, бірінші шетіне тығып шығатын боламыз. Шетіне қойып алып, қатты жерлерін бәрін турап қойсаңыздар болады. Тамақты дәмді болып жүреді. Капустамызбен барлық жерін жауып шығатын боламыз. Осылай капустамызды барлығын бетіне жауып қойып аламыз да газге қойып қоятын боламыз. Бірінші астын қаттаулы сәл қатты қылып қойып, газымызды кішкене иіс шыққанға дейін қойып алатын боламыз. Капустамыз дайын, үстін кішкене басып жібереміз. Үстіне бір пиалай ақ майымызды құятын боламыз. Үстіне бұрышымызды қосып, газге қоя берсек болады. Газге қойып қоятын боламыз. 45 минутта дайын болып шығады. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Дымлама тамағымыз дайын. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, достар, сіздерге алғысым шексіз. Рахмет.